Biz nadan bolsak қазір мына бәріміз сен мерден ұрып, мұрныңды қан қуышуымыз керек еді. Что такое шовинизм, когда человек считает, что вот моя нация, она выше всех остальных наций? Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан бізге қарағанда ұлттық нақыштарын бәрін сақтап қалды. Совет одағы кезінде шынында да киімдерді біліп тұратын. Бұрынғы тәңіршілдікке шақырып жатқандар ма деп қалды енді. Содан кейін мына келмейтін болса да бүйтіп ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух керек жоқ. Бізде амандасуда армысыз деген ол сұрақ. Армысың деп амандасса, бір тәңірші ма, бір кәпір ма біреуді көргендей болады. Сен осы қазақ еліне не істедің сен? Ертең сенің ұрпақтарың осылай мақтанатындай. Ал енді келесі бір өзіміздің бір тақырыпқа кетейік. Аян, что ты думаешь, вот сейчас в последнее время убить человека это нормальная вещь стала, к сожалению. Я, например, как охотник, охочусь, но когда я стреляю в зверя, мне жалко его. И потом я в определенное время, в разрешенное время иду на охоту. То есть я соблюдаю правила охоты. Но стрелять в человека, не только стрелять в человека, даже просто на него направлять ружье, для меня, как охотника, это очень опасно. То есть вообще я не могу даже думать. И то, что произошло вот, позавчера, да, Бердинов, вот насчет вот Руслана Бердинова напали, вот 3 раза выстрелили в него, да, он, как я знаю, он практикующий мусульманин, он хорошо поработал в маджлисе, он был против лудомании, против игр, вот это, азартных игр. Он сказал, я буду до конца бороться с этой проблемой. И вот его, слава Аллаху, то, что он жив остался. У него дети, у него семья, он у кого-то отец, у кого-то там сын, да, муж. И тут на тебе из-за каких-то рабочей проблемы, из-за того, что он наругал его, поругал, и тот человек пришел. Хотел он, если его не сбил этого шофер, он бы, наверное, 10 пуль, которые у него были, он бы на него выстрелил бы. Вот что скажешь насчет этого? То, что не только это одно вот это самоубийство, а то, что люди идут на такие крайние последствия. Поступки. Ну, давайте начнем с меня. Прежде всего, мы должны понимать, что жизнь человека, она священна. И как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил, «Ауалю ма юкда байна наси фи дима». Судный день, самое первое, за что Всевышний Аллах будет спрашивать людей в вопросах человека и человека, это кровь. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, у каждого есть шанс до тех пор, пока он не коснется запретной крови. Что за шанс, он так и не сказал. Но само по себе замалчивание этого вопроса говорит о том, что это очень и очень тяжелая вещь. Не зря один из самых популярных аятов в Коране связан с убийством, когда Всевышний Аллах сказал, всякий, кто заберет душу, как будто бы убил все человечество. Всякий, кто оживит душу, как будто бы оживил все человечество. Поэтому забирать чью-то жизнь, в том числе и попытка забрать чью-то жизнь, является тем самым грехом, который очень сильно понижает шансы человека на прощение от Всевышнего. Очень сильно понижает. И здесь очень важно понимать, что человеку навряд ли помогут, в том числе его поклонение. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды собрал сподвижников и сказал: «Атадруна маниль муфлис». Он задал вопрос сподвижникам: «Знаете ли вы, кто такой банкрот?» Сподвижники сказали: «Это тот, у кого были динары и дирхамы, и он их потерял». На что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Нет,
Банкрот – это тот человек, который молился, который постился, и со своими молитвами, постами и другими благими делами в судный день предстал перед Всевышним, и выяснилось, что он пролил кровь такого-то, ударил такого-то, обманул такого-то, забрал деньги у такого-то. И эти люди будут приходить и отбирать у этого человека его молитвы, его посты и все его благие деяния до тех пор, пока эти благие деяния не иссякнут, а люди, которым он причинил несправедливость в этой жизни, все еще будут стоять и ждать своего права. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, и когда его благие деяния закончатся, а люди все еще будут в ожидании, Всевышний начнет брать грехи этих людей и отдавать эти грехи этому человеку. В конце концов, когда люди, чьи права он нарушил, иссякнут, закончатся, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Юттараху финнар», этого человека бросят в огонь. В хадисе в этом Всевышний, Аллах, проводит расчет человека, который молился, постился и творил другие благие дела. Поэтому человек, который, не дай Бог, посягнул на жизнь другого человека, этот человек в судный день предстанет перед Всевышним и будет за это отвечать. И даже если этот человек был верующим, хотя верующий, по идее, так не поступает, и даже если он молился, даже если он постился, даже если он, я не знаю, там, десятки раз в Мекку съездил и так далее и тому подобное, другие благие дела совершал, навряд ли ему все это поможет. Потому что у нас в вере, если ты молишься, если ты постишься, все это должно отражаться прямым образом на том, как ты относишься к другим людям. Что касается в целом убийства, как я уже выше сказал, это один из самых страшных грехов, который сильно уменьшает шансы попадания в рай, сильно уменьшает шансы на прощение Всевышнего. И очень важно также здесь добавить, что человек, согласно нашей вере, как Аллах говорит, «Санактубу ма каддаму ва аthарахум», мы запишем все, что они сотворили, и следы этих действий. Что это обозначает, этот аят? У посягательства на жизнь человека есть последствия. И это не только попытка забрать чью-то жизнь или же забрать чью-то жизнь, если человек умирает. У этого есть последствия. У этого человека есть семья, жизнь которых резко меняется из-за того, что лишаются мужа, отца, сына. И из-за этого изменения в их жизни могут произойти нехорошие события. Это в том числе какие-то финансовые сложности, бытовые сложности, жизненные сложности и так далее. То есть у этого действия нехорошего будут еще последствия. И Аллах говорит, мы запишем не только то, что ты сотворил, но мы запишем также еще и то, к чему твое действие привело. Если это были хорошие вещи, ты получишь награду за само действие и за то, к чему эти хорошие действия привели. И если это было дурное действие, получишь грех за это действие и за последствия. Это не одна разрушенная жизнь. Ведь Аллах не зря сказал, тот, кто убил человека, подобен тому, кто убил все человечество. Он убил не только этого человека, он тем самым повлиял на многие другие судьбы. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из своих изречений сказал, что когда два сына Адама между собой повздорили, и один убил другого, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал? С этого момента, с того самого момента, каждое убийство записывается да, на того убийцу, потому что он первым запустил этот процесс отнятия жизни у человека. Он настолько был, вот как в Коране Всевышний же Аллах рассказывает, что когда он убил своего брата, он настолько был в растерянности, и настолько это было в новинку, что он не знал, что делать с телом. Такого понятия, как погребение, даже не было.
И тогда Всевышний Аллах отправляет ворону, 2 ворон, они подрались, одна другую угубила, и тогда одна другую похоронила в землю. То есть смысл в том, что именно он был первым среди нам известных людей, кто отнял у другого человека жизнь. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: с того момента каждое убийство записывается ему. Человек вот эту дверцу открыл. И поэтому Аллах говорит: мы запишем то, что вы затворили, и то, к чему привели эти действия. Поэтому у того, что произошло, будут последствия. Енді мынау сол оқиғаны айтамын да, Ермек, мынау жалпы оқ ату дегенше, енді қандай бір жындылық керек, немесе қандай бір батылдық керек деймін да. Бұл енді нені көрсетеді? Бұл біздің қоғамның кішкене бұзылып бара жатқанының бір белгісі да. Кішкене ме? Иә, жастардың. Сондықтан мен ойлаймын, осындай жындыларға кішкене түзейтін біраз жақсы тәлім-тәрбие, осындай имандылық сабақтар көп насихатталу керек. Осындай подкасттарды көбейту керек, жақсы жұмыстарды молайту керек. Мне интересно, что по этому поводу тенгрианцы скажут. Насчет чего? Насчет убийств? Да, убийства. Есть ли какое-нибудь, я не знаю. Книга, да? Да, книга про отнятие жизни. Потому что в исламе четко прописано. Но Дәлелдеуші кітаптарда жоқ деп айтылады ғой, мысалы үшін. олардың бір үлкен проблемасы не ғой жаңағы? Не пайғамбар жоқ, не кітабы жоқ, кәдімгідей. Бізден Құдайға шүкір, бізде біздің мысалы 7 жарғымыздың өзі осы шариғаттан алынған дүние. Және мысалы өзің айтып отырсың ғой, енді жастарға көп осы бізге мысалы соңғы кездері кішкентай қыз балалар, кішкентай ұл балалар бір-бірін ұрып жатқаны видеоға түсіріп тарады ғой мысалы сондай нәрселер. Осының бәрі жайлап кішкентай кезінде ұрып жатқан балалар, қыздар, ұлдар, ол болашақта значит бір-бірін өлтіреді деген сөз ғой. Дұрыс па? Оның тәрбие, значит, тал бесіктен басталмаған ол. Жоқ тәрбие деген. Қазір мысалы бір ата-аналарға сұрасаң, неге балаларыңызға қарамайсың десең, кредитім бар, жұмыс жасап жатырмын деген бір сылтаулар айтады ше. Кім қалай мен тәрбие беремін дейді. Осы қаншалықты дұрыс болады біздің қоғамда ата-аналарға? Не деп айтсаң болады? Жалпы біздің қасиетті дініміз исламда әке-шеше жауапты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі, әрбір, яғни басшы өзінің қол астындағы жауапты, отағасы өзінің отбасы, бала-шағасына жауапты деп келеді. Сондықтан Құдай берген ұл болсын, қыз болсын, оның бәрі бізге аманат. Қолдан келгенше қанша жұмыс істесек те, соның үшін уақыт тауып тәрбиелемесек, мынау ажырасу деген мәселені тоқтатпасақ, өткенде бір үлкен ыбырай танушы ақсақал бар екен, Қостанайдан келді. Енді керемет кісі екен, сол кісі айтады да, бұл ажырасу, әкесіз болмаса анасыз жатқан бала-шағаның зардабын әлі алда көресіңдер дейді, ол өте қиын дейді. Сондықтан бізде абайлар, не ыбырайлар, қайтадан шәкәрімдер шықпай жатыр деп сұрады да бір кісі. Сонда біз енді кішкене біраз қазақылықтан алыстап, имандылығымыздан біз кішкене харам ас іштік, харам нәрсе көрдік, харам нәрсе жедік, табыстарымыз жаңа кредиті бар, харам бар, біраз нәрсе араласып кетті. Содан да болар бізде қазір мықты жаңағы кешегі хакім абайлар шықпай жатқан сол шығар. Бірақ алдағы уақытта бұның бәрі реттелсе, дұрысталса, қазақ топырағынан, қазақ даласынан әлі жақсылар шығар, әлі мықтылар шығар. Қазір енді қарап отырсаң, Европаң бар, басқаң бар, ойбай өйтіп жатқан, дамып жатқан Қытайың бар, басқаң бар. Бұлардың бәрі бір уақыт келеді, өзінің зервесіне шыңына шығып, қайтадан жайлап шөгетін уақыт келеді. Біз енді осы уақытта, осы Орта Азия жалпы алаңға шығып, қолдан келгенше сол баяғы ата-бабамыздың дүрілдеген заманына қайтып келтіруге болады. Бірақ ол үшін бізге жаңағыдай тынбай шұғылдану керек деген нәрсені айтып жатыр да ақсақал. Бір жағынан керемет қонымды нәрсе. Сондықтан Құдайға шүкір, енді біз ананы мынаны жамандай берсек, жақсыны кім біледі бізге? Сондықтан біз
бір-бірімізді қолдан келгенше қадірлеп, бір-бірімізді құрметтеп, сыйлап, жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырып. Өткенде Сырымбек Тау деген ағамыздың бір семинарына қатыстық. Сол кісі айтып жатыр, біз енді біраз уақыттан бері өлгендерімізді дәріптеп келдік қой дейді. Неге біз тірі кезде қасымызда жүрген мықты тұлғалар көп қой дейді. Мысалы кеше Елдос Сметов қанша алтынды да күмісті де басқанды әкеліп қазақтың көк туын желбіретті. Пәленше деген ғалым, пәленше деген дәрігер, пәленше деген бизнесмен. Неге біз соларды тірі кезінде бүйтіп жаңа дәріптеп, ой машалла мені қарашы қандай деген секілді соларға қарап бой түзеп, соларға қарап ой түзеп, неге солар сияқты болмасқа, неге солар сияқты жаңа талпынып жастар не шықпасқа деген нәрсені өте бір жақсы айтады. Сондықтан құрметті осы подкастты көріп отқан әсіресе бауырлар, жастар, қасиетті Құран кітабымызда Алла тағала айтады, Алла кез келген нәрсемен ант ішпейді. Маңызды болған нәрсемен сетпейді. Мысалы уәл-аср, уәл-фажр, уәд-духа, уәш-шәмс, уәл-ләйл деп, яғни уәл-фажр деп бозарып атып келе жатқан таңменен, түнмен, күнмен Алла тағала уақыттың адамның өмірінде өте қатты мәні, мағынасы бар екенін білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, көп адамдар екі нәрсенің қадірін кесіп, біреуі сол бос уақыт, екіншісі денсаулық. Сондықтан уақыттың қадіріне дұрыс жетіңдер, уақыттарыңды бағалаңдар деп сахабалар, небір мықты ғұлама ғалымдар, әулиелер бәрі айтып кеткені, кім уақытын дұрыс тиімді жоспарлай алады, кім дұрысты жаңағы мысалы мына уақытта ағылшын тілін игереді, мына уақытта араб тілін игереді, мына уақытта қазақ тілі әдебиетін игеріп, мына уақытта мынандай бір маман иесі боламын, сөйтіп осындай қазаққа пайданы келтіремін деген сияқты жастайынан соның бәрін жүйелі түрде жоспарлап, соған еңбектеніп, өліп, талып, жетіп, мұсылман адам Алла тағала Құранда айтады, таң сәріде тұрған, сұхыр уақытында тұрғанда мақтайды. Мысалы, кеше оразада 30 күн сәресіне тұрдық, проблема жоқ мәселе. Сол сияқты таң намазды оқыңдар дейді. Біз осылай күнмен бірге таңда шығып, ерте тұрған еркектің ырысы артық дейді. Ырзық несібе шашылады. Хадис бар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ерте тұрған менің ұрпағыма үмбетіме берекеңді берді. Осы сияқты осының барлығына берекеге ұмытылып, күнмен бірге шығып, күнмен бірге батып, құптаннан кейін бірден ұйықта, демал, неге таңнамызда тұру үшін деген секілді. Осындайдың бәрін қалыптастырып, құрметті жастар, уақытымызды тиімді пайдаланып, денсаулығымызға шынығып жүрсек, денсаулығымызға мән берсек, кеше айтып жатыр, мен вообще газированный нәрсе ішпеймін, сахары бар нәрсеге жоламаймын, оннан жасаған нәрсенің көбін доғардым, азайттым. Соның қазір Аллаға шүкір денсаулығым дұрысталды деп үлкен ағалар, дәрігерлер айтып жатыр. Қазір Құдай сақтасын, магазинге кірсең, небір бала шағаның денсаулығына зиян беретін нәрселер көп. Сондықтан осы ішіп жем, қозғалыс, спорт және тақуалық, имандылықты біз енді мешітте 20 жыл болды имам болып. Сонда келеді ата-ана алып келген кезде мына баламды адам қылып берші, мына бала үйтіп кетті, арақ ішіп кетті, құмар ойнап кетті, осындай болып кетті деген көп проблема бар. Сонда алып келген кезде бірден бір құтқаратын нәрсе осы имандылық, тақуалық, Құдайдан қорқуды. Әке шеше жоқ болса да, Құдай көріп тұр, Құдайдан қорқам, Алла тағала сақтасын, мынау харам, арақты ішпеймін, мынау мінекей халал болған, мынаны ішемін деген секілді адам солай өзі бір ақылмен, миымен Құдайдан қорқу бойынан иман дарып осылай бастаған кезде оның өмірі керемет бір бақытқа бөленеді деп ойлаймыз. Сондықтан құрметті бауырлар, біздің ата дініміз ислам. Кімнің өмірінде дін ислам болады, ол адам бақытты болады. Кімнің өмірінде дін ислам болмай, Алла сақтасын, ол бақытсыз болып, неше түрлі алқаш болып, бомж болып, болмаса зинақор болып, болмаса ана бүкіл байлығын әке шешесінен қалған казиноға тығып быт-шыт шыққан небір семьяларды көрдік қоғамда, бір қоғамда көрдік. Құдай сақтасын. Сондықтан бізге ары қарай жеткен жетістігімізді ары қарай жалғастырып, одан ары қарай дамытатын мықты осы иманды ұрпақ қана. Дұрыс айтасың. Жаңағы бізде осы тоқырау замандар болып тұрды ғой былайша. Сол кезде байқасаңдар, экономика түсіп баратқан кезде қылмыс көбейеді. Экономика жағдай қиындаған. Экономика жоғары болса, қылмыс азаяды. Ол факт ол. Мысалы жаңағы шығыс бұрын 90 жылдары. Сендер білесің, пышақпен. Бәрі пышақпен. Анау бір ауыл бар ғой, анау Приозерск, Приозерск. Мысалы бір күнде ме, 2 күнде ме 60 адамды ма бір-бірін пышақта өлтірген. Жоқ, өлтірмеген. Пышақталған ғой. Пышақталған.
иә сондай ханда оқиғалар көп болған ғой. қазір енді құдайға шүкір егемендік алғаннан кейін осыны былай айтқанда орысша просвещение дейді ғой, енді қазақша қалай ағартушылық жұмыстар жасалғаннан кейін ол муфтият па, еліміздің жаңа мектептері ашылып, жаңа неше түрлі енді газет журнал дегенде телевидение бәрі жұмыс жасады ғой. Қазір ондай жоқ қазір. Сол ауылдаларда ондай жоқ мысалы, ол ауылда қазір мықты жаңағы имамдар бар, сол ауылда жамағаттар бар, өз көзімізбен көрдік қазір жамағат кәдімгідей өзгерген, кәдімгідей бұл дұрыс емес екен. Енді сол кезде бір-бірімен жауласқан азаматтар қазір бірін қатар отырып намаз оқып, бір-бірін құшақтасып, ауызға шақырып, жамағат болып. Сол жаңа не ғой, имандылықтың бойға кіргені, енгені, негізгі діни мағлұмат түсінгеннен сол нәрсе келіп тұрды. Оған бірақ версиясы белгісіз ғой, не үшін болған оқиға? Версиясы пока белгісіз ғой, только предположениялар ғана бар ғой, то что жаңағы бір жиында болған, ұрысқан, орын босатуын талап еткен жаңағы сондай дейді енді. Себеп неме? Кішкентай себеп қой неме? Қандай ауыр нәрсе енді кімдер тергеу орындар өздерінің түбіне жетеді ғой бұйырса, бірақ енді Қазақстанда білмеймін, енді Қазақстанда сондай бір қару алып бизнес іс болсын, немесе саяси істі болсын шешетіндей ахуал жоқ деп ойлаймын өзім, бірақ неге сондай халық сондай болып жатыр, жаңағы бірден қаруға жүгіріп анандай атпалдай азамат мысалы өзде бір үйдің отағасы екен ғой, енді мен білсек ол да бір үйдің несі ғой енді, жаңағы атқан кісіні айтамын да, тек қана ана жаңағы әкімнің орынбасары өзі бизнесте де өзін қалдырып келе жатқан мықты жігіттер қалай енді бір-бірінен неге сондай бір барды екен деп тоже бәріміз жағамыз ұстап үйдегі бала-шаға не түсіндіруін білмейді екен. Олар енді жаңалықты бізден бірін оқып қойды ғой, осы үйді солай атыпты ғой, Шымкент деген бізге шырайлы, Шымкентті бекер айтпады ол. Кетіп реті келіп тұрса, өз туған жеріміз болмаса да қыдырып баруға тырысып тұрамыз. Ол жақтың қонақжайлығы, ол жақтың халқының жалпы салт-дәстүр сақтаған өзіміздің өңіріміз ғой. Бір ерекше ыстық, қанша жамағатымыздан араласып жүрген достарымыздың көбі Шымкенттің балалары ғой. Сонда шырайлы қаламыздың білдей бір басшылығында жап-жас жігітті сөйтіп сондағы неге қалайша қиды екен деп тоже кішкене жүрегім ауырады, әрине. Өйткені оңай нәрсе емес. Бейбіт заманда, бейбіт елімізде әртүрлі проблемалар жоқ емес, қоғамда бар. Халықтың жағдайы мысалы үшін кредит мәселесі, бірақ дәл осы қарумен бір-бірін атып, өлтіріп, көп бас жарып, көз шығарып шешетіндей Қазақстанның жағдайы ондай емес деп ойлаймын енді өз басым. Барлығын, ақылмен барлығын, ағайыншылықпен барлығын жаңағы әңгімелесіп, сөзбен шешуге болады. Заң бар, тәртіп бар дегендей. Шешілмейтін мәселе жоқ қой, шешіледі ғой. Кеше бір жаңалықты көрсетіп отыр, бір осы біздің ауылда жақта бір ауыл бар екен, бүкіл мәселені ауылдың ақсақалдары, елдің нелері өздері өз араларында италия болған сөйтіп өздері шеше берді. Бір не болып қалса шақырып, түсініп, кешірісіп жібереді. Қандай керемет? Конечно. Бұл Алла Тағала бекер емес қой, тілді былай жаратқанша жұмсақ қылшы. Сен не оны жаман нәрсеге жұмсай аласың, не жақсы нәрсеге жұмсай аласың да. Тіл арқылы жаңағы мүмкін да барлық нәрсе. Қиын болуы мүмкін шешу. Жаңа достучаться дейді, жоғарыға жеткізу мүмкін, қиындау болуы мүмкін. Бірақ болады да ол, мүмкіншілік нәрсе. Ол алып, қаруды алып, не пышақтап, не ату, шатыс деген ол енді ол тек қана соғыста пайдаланатын дүние шығар ол. Жалпы мылтық кезеу біреуге, адам баласына кезеу вообще дұрыс емес. Техника безопасности болсын. Өйткені сенің мылтығың сен жоқ кезде біреу салып қоюы мүмкін оқты. Неше түрлі. Орысша айтады жаңағы раз 100 лет и палка стрельнет дейді да. 100 жылда бір рет ағаштың өзі атып жібереді дейді да. Енді сол үшін жаңағы жалпы ол мылтықпен ойнауға болмайды, тем более жаңағы адам баласына кезеу, көздеу дегендей. Ал енді бүгінгі подкастымыз осымен кішкене бір тамамдайық. Өте жақсы әңгімелер қозғалды деп ойлаймын. Осы біздің спикерлерге Алла разы болсын деп айтамын. Уақыттарыңызды бөліп осында келіп
өз ойларыңызбен бөлісіп, осы жаңағы болашақ ұрпаққа бейжей қарамай, оларға осы ақыл кеңестеріңізді айтып отқандарыңызға Алла разы болсын. Баршамыздың осы еліміз тыныш болсын. Осындай жаңағы Шымкентте болған оқиғалар сияқты вообще мүлдем болмасын біздің елімізде. Асыл дінімізді әрқайсымыз мейлінше таратайық. Қазағымыз аман болсын. Егер де біз жақсы болсақ, мен ойлаймын, қоғамымызда жақсы болады деп ойлаймын. Әрқайсымыз бір ауыз сөз тоқтатар. Жалпы қазақты әрқашан ауызбіршілікке, ынтымаққа, бірлікке, татулыққа шақырып жүрейік. Және ең бастысы осы харамды харам деп біліп, адалды адал деп біліп, шама шарқымызға қарай өзімізді тұлғалық дамытып, имандылықта, сондай салауатты өмір салтын ұстанып, солай ата бабамыз құсап өткізсек жаман болмаймыз. Кезінде аталарымыз 80-бай, 90-байлар өмірге 100 жасаған. Неге 100 жас өткенде? Олар таза осылай шариғат шеңберінде өмір сүрді. Иә, осындай жақсы келелі бір әңгіме қозғалды. Енді біз бағана айтылғандай білім бар, білімді азаматтар бар, білімге беретін ұстаздар бар, және кәсіпке үйрететін кәсіпкерлеріміз де бар, мықты азаматтар көп. Қазір саясатқа да жақсы иман жүзді, былайша айтқанда дін 5 уақыт намазын тиянақтаған, ақ қараны таныған азаматтар да келіп жатыр. Солар енді көп болып жан-жақтап еліміз жақсы жолға, жақсы даму жолына одан ары дамыта береді деп ойлаймыз. Өзімізде жаңағы бір орында тұрып қалмай, білімімізді тек қана ұрпақтарға емес, өзімізде білімімізді арттырып, жаңағы дүниені танып, Алланы танып, ең бастысы иманымызды сақтауға тырысып, сол иманды кезіндегі қазір мынандай не пайда болды ғой. Біз намаз бастаған жылдары біздің ұрпақ негізінен жалпысы керісінше әке-шешелеріне дін үйретті. Былайша айтқанда, шын керек, көп процент, например, 50%, 60% наоборот әке-шешелеріне кімдер балалар үйретті. Өйткені олар кішкене ұрпақтар арасында үзіліс пайда болды. 70 жыл Совет одағының жаңағы коммунизмнің кесірінен. Бірақ сол сияқты енді бізге сондай біз қазір ұрпақ тәрбиелеп отырмыз. Біз сол діни білімді өз балаларымызға, ұрпақтарымызға беріп, және толық дұрыс беруіміз керек. Өйткені болашақты бір Алла біледі ғой. Сондықтан бұларға діннен жақсы тәрбиеден басқа пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Ата-ана баласына одан артық сыйлық бермеген. Яғни жақсы діни білім, жақсы тәрбие. Сол жолда істеп жатқан жұмыстарыңызға Алла берекесін берсін. Енді қадамдарыңыз құтты болсын. Бұдан да үлкен келелі сауапты істерде көшбасшы болып алдында жүре беріңіздер. Құрметті Майқазақ ұжымы. Алла разы болсын. Аян, пару слов. Что я хочу сказать? Очень важная у нас в исламе вещь – это воспитание. Человек верующий, мусульманин, не может полноценно молиться, полноценно поститься, полноценно соблюдать какие-то исламские нормы, если при этом он не ведет себя воспитанно. Очень многие проблемы, которые сейчас возникают между людьми, и в том числе между людьми, которые являются верующими, соблюдающими мусульманами, возникает как раз-таки из-за того, что банально отсутствует обычное воспитание. Не забывайте о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в судный день человек, пришедший со своими молитвами и постами, может все свои поклонения потерять. Просто из-за того, что он причинил много нехорошего другим людям. То есть из-за своей невоспитанности, из-за своей бескультурности он может в судный день лишиться абсолютно всех своих поклонений и всех своих обрядов. Соблюдение норм ислама без воспитания не имеет никакого смысла. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Ваакими ссала, инна ссалата танха аниль фахшая валь мункар». Выстаивай молитву, воистину молитва предотвращает от совершения дурных и постыдных вещей.
Кутиба алейкум ус-сияму кама кутиба аля алладзина мин кабликум лааллакум таттакун. Вам предписан пост, так же, как он был предписан для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными. Худ мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха. Бери из их имущества милостыню, закат, тем самым ты их будешь очищать и делать их лучше. Людей, а не деньги. Именно закат очищает человека, а не деньги человека. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Всякий, кто обязовался совершить хадж, пускай не совершает дурных поступков, пускай не совершает во время хаджа половых отношений и пускай не спорит. Вот 4 наших главных обряда. Намаз, ураза, закат и хадж. Все эти обряды Всевышний Аллах в конце концов привел к тому, что они должны улучшать наши человеческие качества на то, как мы должны относиться к другим людям. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вы являетесь мусульманами, мусульманками, соблюдающими свою веру и обряды, эта вера и ваши обряды, оно должно сказываться на том, как вы себя ведете с другими людьми. Воспитанно или же невоспитанно. Поэтому, как говорил Ибн Мас'уд, один из величайших подвижников, всякий, кто молится, и если при этом продолжает совершать дурные, постыдные поступки, то он не молится. Поэтому приняты ли ваши молитвы, ваши посты, ваши садака, ваши умры, хаджи и так далее, правильны ли они, можно понять через эту призму. А как вы себя ведете с другими людьми. Поэтому вера, воспитание – это 2 взаимосвязанные вещи. Енді сөзімізді қорытындылай келе, Алла қаласа, құрметті оқырмандар, осы Май Қазақ парақшасына тіркеліңіздер. Мынау біздің аджуаны ұмытпай алыңыздар. Қасым Май Қазақ парақшасы астарыңызда бәрі жазылып тұр. Сұрақтарыңызды, комментарийлерді жазыңыздар, талқылаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.